жоғары оқу орындарына тиесілі жер телімдеріне арнайы тексеру жүргізу керек. Толығырақ Ақжол Тайм бағдарламасында тарқатып айтамыз. Елдегі мемлекеттік жоғары оқу орындарының жері мен ғимараттары талан-таражға түсіп, істегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіп жатыр. Университеттерге тиесілі жерлер неге азайған? Оған кім жауапты? Өкілетті органдардан мардымды жауап болмаған соң, жұмбақ күйінде қалып отырған бұл мәселені ақжолдықтар үкімет алдына тағы қойды. Ақжол партиясы өткен жылы қазақ білімінің қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қоғамда заңды резонанс тудырған тиесілі жер телімдерінің аумағы белгісіз себептермен азаюына байланысты бас прокурор мен білім және ғылым министріне сауал жолдаған болатын. Баршаңызға белгілі, Казгудың жері қайда кетті деген сұрақ қоғамда біраз толқытқан болатын. Білім және ғылым министрлігі өз жауабында университеттің Казгу жер телімінің 0,779 гектарға азайғанын растаған болатын. Сондай-ақ министрлік 2021 жылы аймақтардағы 8 жоғарғы оқу орнының қызметін тексеруді жоспарлап отырған. Оның барысында олардың активтерінің жай-күйі тексеріліп, қорытындылары бойынша ақпарат қосымша ұсынылатынын бізге хабарлаған болады. Содан бері бір жылдан аса уақыт өтсе де қанағаттанарлық жауап алған жоқпыз. Сондай-ақ, жоғары оқу орындарының жер телімдері жеке меншікке сатылып, студент жастар тұратын жатақханалардың азайып жатқаны да жасырын емес дейді депутат. Мысалы, мен өзім білім алған шығыстағы Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің бас ғимаратынан 5 қадам жерде орналасқан университеттің өндірістік шеберханасы бүгінде білімге ешқандай қатысы жоқ, караоке барға айналған. Осындай үрдіс, теріс үрдіс еліміздің барлық аймақтарында әлі де жалғасуда. Жоғарыдағыны баяндай келе және алдыңғы сауалымызға толыққанды жауап алмағандықтан сіздерден: бірінші, Қазақ ұлттық университетіне тиесілі жер аумағынан жер учаскелерінің бөлініп шығарылғаны қаншалықты заңды екенін тексеруді. Екінші, еліміздің барлық аймақтарындағы мемлекеттік жоғарғы оқу орындарына тиесілі жер телімдеріне арнайы тексеру жүргізуді. Үшінші, тексеру барысында заңсыздық анықталған жағдайда алаяқтарды қала не университет басшысы болсын, жалпы кінәлілерді, білім ошақтарын өз пайда көзіне айналдырған тоғышарларды еш мансабы мен лауазымына қарамастан қатаң жауапкершілікке тартуды талап етеміз. Және нәтижесін бізге хабарлауыңызды сұраймыз.